Армысыздар кітап сүйер қауым. Мен нөмірі 23-ші кітапхана бөлімінің тұрақты оқырманымын. Есімім Әбдіғали Сымбат Серікұлы. Яғни бүгінгі таңда Мұхтар Әуезов Омарханұлы атамыздың 125 жылдығына орай мен осы кітапханаға келіп, осы Мұхтар Әуезов атамыздың Көксерек шығармасын оқыған болатынмын. Әрине бұл Көксерек шығармасын барлығымыз білетін болатынбыз. Кітаптан да оқып, яғни кинодан да көрген боларсыздар. Бірақ та оқымаған, көрмеген жандар үшін осы Көксерек шығармасына кішігірім шолу жасап өтсек. Яғни Көксерек шығармасында осынау ауылдың Құрмаш деген қарапайым баласы ағасы екеуі далада жүріп, жаңағындай қасқырдың бөлтірігін үйіне асырауға алып кетеді. Әрине бұл табиғаттың заңдылығына қарсы шығуда болар. Қасқырды бөлтірігін үйде асырап, сол қасқыр ер жеткенше, сол қасқыр көкжалға айналғанша үйінде асырайды. Бірақ та қазақта сөз бар ғой, қасқырды қанша асырасаң да орман қара болмайды деген. Сол қасқыр ақыр аяғында қашып кетіп, туып өскен жеріне, яғни сол ауылдың тұрғындарына, сол ауылдың жылқыларына, қойларына шабуыл жасайды. Ақыр аяғында жаңағы асырап алған Құрмаш бауырымызға да, Құрмаш кейіпкерге де өзіне шабуыл жасап, Құрмашты рақаттай, сол ауылдың тұрғындары Көксеректі атып өлтіреді, бауыздап өлтіреді. Ақыр аяғында сол отбасыға қайғы сыйлайды. Яғни бұдан аңғаратынымыз, Көксерек шығармасынан, Көксерек киносынан біздің түйер ойымыз ешқашанда табиғаттың заңдылығына қарсы шығуға болмайды. Жыртқыш болып қалады. Жыртқыш жанды үйде асырамаңыздар. Көксерек шығармасын оқыңыздар, кеңес беремін.